Ләйлә әкесін Туфан емес Нұрдың өлтіргенін біледі. Нұр Ипекті қоқысқа шақырады. Ипекке капельканы өзіңмен бірге алып кел дейді. Капельканың ішінде алтын монеталар бар еді. Ләйлә тапаншаны алып Гүзиденің үйіне келеді. Нұрды сыртқа шақырып тапаншаны кезеп сен менің әкемді өлтірдің. Оны тұншықтырып өлтіріпсің. Қылмысыңды Туфанға жауып қаншама адамның тағдырымен ойнадың. Мен сені өз қолыммен атып өлтіремін дейді. Ипек жүгіріп сыртқа шығып Нұрды құшақтайды. Ләйлә тапаншаның шүріппесін басып қалады. Бірақ оқ ешкімге тимейді. Нұр Ипекке көрдің ғой мені атпақшы болды дейді. Ләйлә Ипекке маған кел. Үйге барамыз деп сүйреп алып кетеді. Жолда Ипек машинадан түсіп сенмен ешқайда бармаймын. Сен менің анамды өлтірмекші болдың деп қашады. Ләйлә Ипек сен менің сіңілімсің. Екеуміздің әкеміз бір. Хилми. Нұр біздің әкемізді өлтірді деп айтады. Ипек сен өтірік айтасың. Саған сенбеймін дейді. Мали Фердаға звондап кездесейік деп айтады. Ферда мен саған сенбеймін. Енді маған қоңырау шалушы болма деп телефонды қоя салады. Қызметші Ләйләнің телефонынан Нұр мен Малидің ванныйдағы видеосын көріп қояды. Видеоны өзінің телефонына жіберіп алады. Нұр капельканы сындырып алтын монеталары жинап мына қоқыстан құтылдым деп есіктен шығып бара жатқанда Неджо мен Гүзиде келіп қалады. Неджо Нұрды ұстап алып қалтасынан алтын монеталарды тартып алады. Мали келеді. Нұрдың аяқ қолын байлап қояды. Неджо Гүзидеге Нұрға ие бол. Мен Малиді шығарып саламын дейді. Гүзиде сыртқа шығып кеткенде Нұр телефонын алып полицияға Мали мен Неджо туралы хабар береді. Неджо мен Малидің алдынан полицейлер шығады. Екеуі алтынды тастап қашып құтылады. Ләйлә мен Живан ұрсысып қалады. Мали мен Неджо қоқысқа қайтып келеді. Полицейлер Нұрды іздеп келеді. Нұр Малиге бірге қашып кетейік дейді. Нұр Живанға қоңырау шалып шақырады. Живанға маған қашуға көмектес. Ақша керек деп сұрайды. Живан Туфанмен барып ақылдасады. Туфан біздің өмірімізден бір жола кетсе болды. Ақшасын бер кетсін дейді. Живан Нұрға Малиді өзіңмен бірге алып кет дейді. Ләйләнің өгей әкесі келіп Симадан кешірім сұрап, қайта қосылайық деп айтады. Неджо Гүзидеге Нұрдың көзін құртатынын айтады. Гүзиде сонда не істемекшісің деп сұрайды. Неджо әкесі сияқты оны да теңізге тастаймын дейді. Гүзиде есің дұрыс па олай жасама дейді. Неджо Нұрға сенім жоқ. Ол шаян сияқты. Малидің басын тағы бәлеге қалдырып өзі қайтып келіп бәрімізді құртады. Одан тек осылай ғана құтыламыз. Есіңде болсын Нұрды құтқарамын деп өзіңнің басың бәлеге қалмасын. Сені түрмеден қашып кеткенің үшін өлім жазасын бұйырды білесің. Қазір өлім жазасын алып тастады. Бірақ сен ұсталсаң өміріңнің соңына дейін түрмеден шыға алмайсың. Ақмақ болма дейді. Ләйлә анасымен бірге уақыт өткізеді. Сима үйге келген соң Ләйләға рахмет айтып, менің жанымда ұйықта деп айтады. Ләйлә мен бұрынғыдай кішкентай емеспін. Төсекке сыймаймыз деп күледі. Сіз жақсылап демалыңыз деп бөлмеден шығып кетеді. Живан Нұр мен Малиге ақшаны әкеліп береді. Біздің өмірімізден бір жола кетіңдер. Қайтып оралмаңдар деп айтады. Ләйлә таңғы ас дайындап Симаны оятуға барады. Симаның жансыз денесін көріп шошып кетеді. Пидам Живанды шақырады. Симаны жерлейді. Мали мен Нұрдың кететін уақыты келеді. Неджо Нұрға екіге бөлініп барамыз. Сен менімен жүр. Ал Мали Гүзидемен барады. Солай қауіпсіз болады. Жасыл түсті кемеге отырып кетесіңдер деп айтады. Нұр мен сенімен өлсемде бармаймын. Бір түрлі күдік тудырады деп айтады. Гүзиде айталмай іштен тынады. Неджо жақсы олай болса сен Гүзидемен бірге бар дейді. Гүзиде Нұрды жағалауға алып келеді. Нұр Гүзидеге сен бір түрлі болып тұрсың. Менен ештеме жасырып тұрған жоқсың ба деп сұрайды. Гүзиде сенің балаң құрсағында.
Ал мен болсам баламды жыраққа жіберіп жатырмын. Әрине жүрегім ауырады дейді. Неджо Малимен қоштасады. Мали Нурда менімен бірге кетеді ғой, иә. Неге оны басқа жолмен алып кетті дейді. Неджо Нур деп айта бердің ғой. Бірге кетесіңдер. Уайымдамал, енді жолың болсын деп қоштасып Нурға келеді. Нурды ұйықтататын дәрі жағылған дәкемен аузын басып ұйықтатып тастайды. Гюзиде Неджо осы жерден тоқта. Нурды аямасаң да құрсағындағы баласын ая дейді. Неджо араласпа. Мен саған не айттым? Енді тым кеш. Бұл Гюзиде Малимен қоштасады. Неджо Нурды орап аяқ-қолын байлап қайыққа салады. Дживан ауруханаға барады. Лейла артынан аңдып барады. Дәрігер Дживанға лейкоманың 3-ші сатысында екенін, емделуге тым кеш екенін айтады. Лейла есік сыртын жасырын естіп тұрған еді. Ішке кіреді. Дәрігер Дживанға ата-анаңыз бар ма деп сұрайды. Дживан жоқ дейді. Дәрігер онда туған іні, қарындастарыңыз бар ма деп сұрайды. Дживан иә бар дейді. Дәрігер бір әке-шешеден туған ба деп сұрайды. Дживан жоқ. Тек анамыз бар дейді. Дәрігер онда жағдай қиын. Сіздің туған ата-анаңыз болса донор бола алатын еді дейді. Лейла ата-анасы бар деп айтады. Дәрігер әдетте ата-ананың донор болуға сәйкестігі 50%. Олар сәйкес келмесе ата-анаңыз сізге донор болу үшін бала туу керек дейді. Дживан менің ата-анам жоқ деп қайта айтады. Лейла дәрігерге біз 5 минутқа сыртқы шығып сөйлесіп келейікші дейді. Лейла мен анамнан айырылдым. Енді сенен айырылғым келмейді. Керек десең Нур мен Малидің аяғына жығылуға дайынмын. Сен аман қалсаң болды дейді. Дживан Мали мен Нур жоқ. Олар шет елге кетті дейді. Лейла Гюзидеге звондайды. Гюзидеге Нур мен Мали кетті ма деп сұрайды. Гюзиде үндемейді. Лейла оларды тоқтат. Дживан науқас. Аман қалу үшін оның ата-анасы керек деп айтады. Гюзиде жылап Неджоға звондайды. Неджо Нурды суға лақтырайын деп жатқан еді. Гюзиде Дживан науқас. Нурды суға лақтырма. Мали екеуі де ешқайда кетпеуі керек деп айтады. Мали Неджоны көріп тоқта, олай жасама деп айқайлап жанына келеді. Неджоға сен адам емес екенсің. Бұлай жасауға қалай дәтің барды деп айқайлайды. Неджо бәрін сен үшін жасадым дейді. Ферда Малидің киімдерін қоқыс пакетіне салады. Хатидже қызым не істеп жатсың? Мүмкін жағдай сен ойлағандай емес шығар. Сабыр сақта. Күт дейді. Ферда жоқ. Малидің енді атында есігім келмейді дейді.